Сәлеметсіңдер ме балалар, менің есімім Байтасова Олжан. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз проекциялау деп аталады. Сабақтың мақсаты проекциялау әдістері туралы білімдерін тиянақтау. Жаттығулар орындау арқылы проекциялау әдістері туралы білімдерін бекіту. Проекция дегеніміз, проекция латын сөзі, оны қазақ тіліне аударғанда алға қарай тастау деген мағынаны береді. Проекциялау әдісінде кеңістікте берілген және қандай да болмасын бетте бейнеленетін нүктелер арқылы түзу жүргізіледі және осы түзулердің берілген жазық бетпен қиылысу нүктелерін табады. Берілген жазық бетте табылған нүктелерді осы нүктелердің проекциялары деп атайды. Проекциялау тәсілдері. Мемлекеттік стандарт ережелеріне сәйкес келетін сызбадағы нәрсе кескіндерін тік бұрышта проекциялау тәсілі бойынша шығарып алады. Проекциялау кезінде кеңістікте орналасқан нүктелерді латын алфавитінің бас әріптерімен EVC немесе сандармен 1, 2, 3, ал түзулерді екі әріппен AV немесе CD сандарымен немесе кіші әріптермен ABS белгілеу керек. Жазықтықтар мен беттерде грек алфавитінің бас әріптерімен белгілейді. Кескіндер тұрғызылатын жазықтықтарда проекция жазықтықтары деп атайды. Және грек алфавитінің бас әрпі P кейде индекстермен P1, P2 белгілейді. Кеңістіктегі кез келген А нүктесін және қандай болмасын H жазықтығын алайық. H жазықтығын қайсы бір А нүктесінде қиып ететіндей етіп, А нүктесі арқылы түзу жүргізейік. Сонда А нүктесі берілген А нүктесінің проекциясы болады. Бұл жерде мына суретте түзудің проекциясы берілген, түзудің проекциясы түзу болады екен. Бізде проекция негізі 4 түрге бөлінеді. Параллельді проекциялаушы сәулелер өзара параллель болады. Мінекей сәулелер. Ал центрлік фигураны жазықтықта кескіндеген кезде проекциялаушы сәулелер бір нүктеден тарайды. Мінекей бір нүктеден тарайды. Тік бұрышты проекциялау бағыты проекция жазықтығына перпендикуляр болады. Мінекей перпендикуляр. Аксонометриялық нәрселерді салғанда өлшемдерді ұзындық, ен және биіктік X, Y, Z осьтері бойынша өлшеп салады екенбіз. Ал енді балалар үйге тапсырма орындайтын боламыз. Ол бізде сұрақтар, яғни бізде 4 сұрақ бар, соны үй тапсырмасына алып, орындап келесіңдер. Бірінші тапсырма ол сұрақ проекция түрлерін ата. Екінші аксонометриялық проекция дегеніміз не? Үшінші стандарт дегеніміз не? Ол не үшін енгізілген? Төртінші жазықтықта проекцияны дұрыс орналастыру керек.